Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын каналға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі видео қалада мал бағуға бола ма? Құс мал бағуға бола ма? Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Қалада сіз частный үйде тұрсаңыз, сізге берілетін 4,5 соттық или 5 соттық жер беріледі сізге. Соның жартысында үйіңіз болады. 4,5 соттық, 5 соттықтың мысалы 1 соттығын алып, қораңызды салып, тауық алып, жайлап тауық бақсаңыз болады. Тауықтың пайда қалада тұрғанда, мысалы пайда бар қалада. Неге деген сұраққа жауап беріп кетемін. Қалада домашний жұмыртқа, үй тауығының жұмыртқасы өте сирек кездеседі. Қазіргі таңда көбінесе дүкеннен алады, супермаркеттерде бар. Олар дейтін кішкене болса да үй тауығының жұмыртқасына ұқсамайды. Сізге қалада тұрсаңыз, мысалы тауық бақсаңыз, сізге домашний жұмыртқа, үйдің тауығының жұмыртқасы жақсы өтеді. Ол үшін сізде бір 20-30 шақты тауық болса, күнде туып тұрған тауықтар алсаңыз, сізге жұмыртқасын сата аласыз. Қысқадан нұсқа айтып кетіп жатырмын. Барлығын сіздерге ешкі бағатын болсаң, ешкінің де сүті қалада сұранысқа өте көп. Көбінесе көбі ауылдық жерлерден әкеліп сатып жатады. Қалаға базарларда сіз OLX арқылы сатасыз сүтті, көршілеріңізге сатасыз, сөйтіп таралып кете береді. Дүкендерге айтып қоясыз, нөміріңізді ұстап кетесіз, солай таралады. Ешкіден де тауықтан да өте көп қалада бақсаңыздар пайда. Қой жөнінде айтып кетейін. Қой дейтін негізінде қой жайылымға өте жайылымды, мынада жайылым сұрап тұрады да, ол үйдің ішіне, шаруақтың ішіне оны баға алмайсыз. Кішкентай ғана шаруақтың ішіне қойды бағу өте қиын. Оларға жайылым болмаса, олар тез құрттап кетеді ешкіге қарағанда. Қойдарды мысалы мен сіздерге айтайын. Қойдан қалай ақша табамыз дейтін болсаңыздар, 10 қой аласыз, минимум 5 қой алыңыз, 2-3 ай бордақыда ұстаңыз. Бордақыда ұстайсыз 2-3 ай, жемін, суын, как болатын уақытында беріп отырсаңыз, сізге 2-3 айдан кейін ол дейтін мысалы 500-600 мың сізге ақша келеді. 5 қойдың өзі сізге килограмм сатсаңыз, тірілей сатсаңыз, сойып сатып, дүкенге апарып сатсаңыз, сізге 500-600 мың пайда келіп отырады. 5 қойыңыз. Одан түскен ақшаға қайтадан 5 қой аласыз арзанға, қайтадан сатасыз, сөйтіп айналдырасыз. Ал ешкі дейтін көп құрттамайды, шамай келгенше тек қана бір рулон шөп сүріп аласыз шарбағыңызға, дәлнесін бере бересіз. Шарбақ сыртына жайып аласыз көк шөпке. Қолыңызға көк шөпті жұлып әкеліп бересіз. Көршілеріңіздің шарбағында шөптер жұлып лақтырады, соларды әкеліп берсеңіз болады. Тауыққа да өте керемет қалада баққан. Мынада жұмыртқасын сатасыз. Айналадағы адамдарға сатсаңыз, барлық жерде негізінде кәсіп ашуға болады. Көбінесе қазір үкіметтен ақша алып бастап кетіп жатқан адамдар бар. Жалпы айтқанда үкіметтен үкіметтен ақша алсаңыз, сіз ИП ашып, үкіметке тәуелді болып боласыз да, сіз ай сайын отчеты бар, налогі бар, тағысы бар. Ең бірінші кәсіп ашып, тауық бағып, или болмаса мал баққыңыз келсе, үкіметтен ақша алмай-ақ, өзіңіздің қалтаңыздағы бар ақшамен бастасаңыз, сізге өте пайда келеді. Үкіметтен ақша алып бастасаңыз, сізге пайда емес, көбінесе сіз минусқа кіресіз де жүресіз. Өйткені оларға налог төлейсіз, отчет бересіз, басыңыз қатып кетеді. Ал өзіңіз бастасаңыз, өзіңіз боласыз. Ала берсе тағы да видеолар шықсын десеңіз, комментарийға жазып кетіңіздер, қандай видео түсірейік, сол туралы сіздерге айтатын боламын. Ал этажный домдарда тұратындарға алдағы уақытта тағы да бір кәсіп түрі бар. Сол кәсіпті айтатын боламын. Ютубпен қалай ақша табуға болатынын. Ал частный үйлерде тұратындарға тағы да бір кәсіп түрі еске түседі, соны айтатын боламын келесі видео.